Сәлем достар, сендер мен Мералин, және бұл видео Бличтің 4-ші бөлімі жайлы. Олай болса, бастайық. Достар, егер сендерге манга оқыған қызық болса, «Тыквенная ночь», «Клинок рассекающих демонов», «Человек-бензопила» деген секілді менің манга арнамда шығатын болады. Арнаға кіріп жазылып, максимально жүректі басып тастайық. Сілтемесі төменде. Үшінші бөлім Вайзардтардың Айзенге шабуылының нәтижесіз аяқталғанымен бітті. Ал енді Айзенге Ямамото Генрюсайдың өзі барады. Бірақ бұны жеңу оның қолынан келмей қалады. Сонда ол жеңіс үшін өзін құрбан ете тұра, Занпактосымен барлығын отқа орайды. Алайда Айзенде ай қарап шошқа тағалап тұрған жоқ. Әлгі бір Вандервайс деген аранкар жай ғана Айзеннің жоспарының бір бөлшегі екен. Ол Ямамотоның Занпактосы Рюджиджакуда запечатать жапсыру үшін қолдан жасалған екен. Десе де Ямамото Занпактосызда күшін көрсетеді. Ол Вандервайспен шайқасады. Тіпті оны жеңіп те жібереді. Десе де ол соңғы шабуылмен әлгі отты шығарып жібереді. Қаза тапқандар саны көп болмас үшін Ямамото әлгі жалынды өзіне алып тосады. Солай қолбасшы жеңіліске ұшырағанда Айзен оны өлтірмек болады. Алайда шалдың қосалқы жоспары жүзеге асып, Айзенді өртеп жібереді. Ал содан кейін оған Ичиго шабуылдай кетеді. Сонда Айзен оған Ичигоны күшін тексеру үшін және өзімен теңде-тең шайқасу үшін оны жасағанын айтады. Алайда сөздің соңына дейін аяқтай алмай қалып, Ичигоның батясы келіп қалады. Ал сосын Урахара мен Йоруичи де келеді. Ичиго өзіне гиндалса, Урахара мен Йоруичи Айзенмен шайқасады. Сонда Урахара Бакудосымен оны ұстап алмақ болады. Блич әлемінде Кидо деген Нарутодағыдай техника бар, және ол екіге бөлінеді. Қорғанысқа арналған Бакудо және шабуылға арналған Хадо. Урахара оны ұстап алмақ болғанда, Айзен әлгі бір тас Хагёкудың арқасында мүлдем жараланбайтын неуязвимый болады. Және ол Хагёкудың арқасында өзінің рухын байланыстырып, денесінің кейпін ауыстыруды бастайды. Ал ол жаңа формасымен қайта тірілгенде, оның қарсыластары жеңіледі. Гин болса сол сәтте негрдің татағындай Занпактосымен Ичигомен шайқасып жатады. Сосын онда жеңіліп қалған Урахара, Йоруичи, Истин және жаңа Айзен келеді. Сосын Ичигоның өзінен қарағанда чорт екенін біліп, оған тиіспей Гинге порталды ашуын сұрап, шынайы Каракураға аттанады. Ал Ичигоны бәрі біткен соң айратынын айтады. Порталға кіргеннен кейін күшін тексермек болып, әлгі бір тазалағыш Катоцуды өлтіріп тастайды. Ал сосын Гин случайно басқа жерге порталды ашып жібереді. Солай олар Каракураға жақын маңға түседі. Гин болса Катоцу өліп жатқан кезде қиыс кетіп қалдым деп ақталады. Сосын есін жиған Исин Ичигоға порталды аш, барып ананы тоқтатайық дейді. Бірақ духы сынып қалған Ичи оны айыру мүмкін емес екенін түсінеді. Сонда Исин, бля, духым не ламайся, главное до конца бар дейді. Ичиго окей дейді да порталға кіріп кетеді. Жолда Исин Катоцу деген амбалдың жоқ екенін біліп, ойына бір нәрсе келеді. Порталда уақыт басқаларынан қарағанда 2000 есе тез жүргендіктен, Исин Ичигоны аяқталған Гетсу Теншоуға үйретпек болады. Алайда бұл үшін талпа адамның Ряцуы керек. Исиннің Ряцуы болса 1 сағатқа жетеді. Енді Ичиго тездетіп Зангетсуды шақырып, аяқталған Гетсуға Теншоуды үйренуі қажет. Исин оған Зангетсудың үйретпеймін деп тырысатындығын айтады. Кейін Ичиго барынша тынышталып, өзінің таяз санасына кіреді. Кейін Ичиго мен Зангетсу ерегісіп қалады да, Исин айтқандай Зангетсу оған «Похуй маған, дымға үйретпеймін сені» деп тырысып қалады. Сосын ол өзінше суығы жүзі болып, маған бәрібір анау-мынау дейді. Кейін Ичиго Танжеро секілді мұрынмен Зангетсудың настроениесі жоқ екенін біліп, Занпактоны өзіне қабылдайды да өліп қалады. Десең, я? Занпактоны қабылдағаннан кейін әрине Ичиго еш нәрсе қылмайды. Сосын Зангетсу ішіндегі мұңын тарқатып, ең қымбат адам мен үшін сенсің, сені жоғалтқым келмейді дегендей әңгіме айтады ғой, короче. Және Зангетсу бұл аяқталған Гетсуга Теншоуды үйрену оп-оңай нәрсе емес дейді. Ал Айзен сол сәтте Каракураға жетіп, оянып кеткен тұрғындарды байқайды. Онымен қоса Ичигоның достарын көреді де, Итачидің ісін қайталамақ болады. Қысқасы, біраз ашуланып алсын дейді ғой. Сонда естеріңде болса, Дон Каноджи деген клоун келеді де, Айзеннің қолынан өле жазайды. Оның өлмеген себебі, ол менің арнама тіркелген, ал сен тіркелген жоқсың деп шайып кетсең. Оны негізі Хисугаяның лейтенанты Мацумото құтқарады. Ал сосын Гин оны типа өлтіргендей болады. Және де Гин өз әрекетімен тұрғындарға қашуға мүмкіндік береді. Кейін Гин болса, «Ва, Айзен сама, енді не істейсіз?» дегенде, ол оған тұрғындардың мәйітін іліп қойып, әлгі патшаның сарайына апаратын кілтті жасау. Сосын Гин оның қылышын ұстайды. Бірақ бұл жайдан жай емес. Себебі бұл оның гипнозына түспеудің амалы. Сол сәтте Гин өте жылдам Занпактосымен оның кеудесін жаралайды. Криса мұны бұрыннан жоспарлап қойған екен. Және бұл болса жай-жара емес. Себебі Гиннің Занпактосының бөлігі оның кеудесінде қалып қояды. Ал Гиннің Занпактосы уға айнала бастайды да, денесі ери бастайды. Ал Гин оның Хагёкуын алып қояды. Десе де тым кеш.
Хагеко әлдеқашан Айзеннің денесінің бір бөлшегіне айналған. Солай ол тағы да жаңа формасына көшеді де Хагекуды геннан алып қояды. Сонда ол Хагекуды бұрында зерттеп қойғанын айтады. Солайша ол Урахараның бір нәрсені істемегенін біледі. Және ол Урахараның Хагекумен өзінің жасаған нәрсесімен оны қосады да новый формаға көшеді. Ал сосын Айзен геннің қолын кесіп, Занпактосымен тура кеудесіне қадайды. Кейін Мацумото келіп, оны көріп жылайды. Ал сол кезде Ряцу нөл әкесімен Ичиго келеді де алдымен қарындас сестренкелері аман ба деп тексереді. Және кейін достарына осы жерде тұра тұрыңдар дейді. Себебі ол Айзенмен қаланың сыртында шайқаспақшы. Айта кететіні, Ичигоның ішкі энергиясы мүлдем сезілмейді. Құдды бір жоқ секілді. Ал Айзеннің энергиясы ұрып тұрады. Сонда Айзен Ичигоның жаңа формасына көшпегеніне, жаңа эволюциялық деңгейге жетпегеніне таң қалады. Бірақ Ичиго терпила болғандықтан дым демей бетінен ұстап алып қаланың сыртына келеді. Сосын олардың арасында өте мықты шайқас болады. Және Айзен тауларды бөлікке ұшырып жіберген мен деп ойлайды. Сөйтсе бұл Ичигоның жаңа күшінің арқасында екен. Ол тіпті Айзеннің Занпактосын қолмен тоқтатады. Бұл аз болса оның қара барьерін қолмен бұзады. Сосын Айзен психовать етеді де Хагекудың арқасында финалды соңғы формасына жетеді. Ал Ичиго болса аяқталған Гетсуга Теншоуды қолданып жаңа формасына ауысады. Әрі бізге сонда Ичигоның Гетсуга Теншоуын түсіндіреді. Бұл күштің әсерінен кейін Ичиго ақырындап ішкі энергиясын жоғалта бастайды екен. Сондықтан да оны аяқталған деп атайды. Және сондықтан Зангетсу оны үйреткісі келмеген еді. Ал Айзен болса шенеуніктер секілді бар нәрсесіне тоймай Короче, Айзен тағы да ашуланады да сонша жинаған күшін оның күшіне жетпегеніне таң қалады. Ал Ичиго аяқталған Гетсуга Теншоудың арқасында оны екіге бөліп жібереді. Бірақ Айзен қайта қалпына келеді. Ал сол кезде аяқталған Гетсуга Теншоудың уақыты бітеді. Солай ол күш толығымен жоғалады. Дәл сол кезде уақытында Урахара келіп, арнайы жасалған кидомен оны жапсырып, яғни запечатать етпекші болады. Және ол кидо осыған дейінгі шайқаста оның кеудесінде қалған екен. Солай Айзен ақырында Урахараның көтіне кіріп, сен бізге қосылшыш дейді. Бірақ Урахара аңқау емес. Солай басты зұлым кейіпкер жеңіліске ұшырайды. Және айта кететіні, Айзен өлмейді. Оны жай ғана жапсырады. Ал Ичиго жерге гүрс етіп есінен танады. Қайта есін жию үшін ол 10 тәулік жатады. Кейінірек ол оянғаннан кейін ішкі энергиясы әлі кетпегенін біледі. Рукия оған ол есінен танған кезде ішкі энергияны жоғалтудың бірінші кезеңінен өткенін айтады. Және Ичиго жоғалтқан уақытын қайта алады. Ал енді әлгі кезеңнің екіншісі қашан болатынын тіпті Урахара да білмейді. Ал сонда рухтар қоғамының кеңесі Айзенді 20 000 жылға темір тордың артына қамайды. Ал енді осы бір оқиғалардан кейін Ичиго шинигамилік күшін 11 қарашада жоғалтады да өзге әлемдегі достарымен қоштасады. Сосын өзінің қарапайым оқушы өміріне оралады. Сонымен бұл 4-ші бөлімнің соңы. Және де келесі бөлімді тезірек шығарам. Себебі ол көп болса 5-6 минут қана. Олай болса не істеу керектігін білесің. Лайкты басып таста. Арнаға жазыл. Сау.